Так, ал барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бірге мен Адылайда. Короче, ютубта видео көп шығып жүрген жоқ. Мен ютубқа қандай видео түсіретінімді білмеймін. Так что давайте комментарияға жазып кетеміз. Келесі видеоны мен кіммен түсірейін, қандай ютуберлермен түсірейін білмеймін енді. Армашоктан басқа, пожалуйста. А то армашокпен бәрі қосып кете берді. Серьезно айтайыншы. Біз қазір КБ рейтинг ойнаймыз. Маған бір подписчигім жазып жіберіпті. Типа топ-1 ястребпен. Короче, сондай задание беріпті. Ал енді келесі задание қандай болады. И потом, прикиньте, маған жігітім мынандай не сыйлады. Мен қолым мына жері қызарып кете береді қайта-қайта. Міне, көріп тұрған шығарсыңдар. И вот. Маған айтыр. Вот. Қазір осымен ойнаймыз. 2 hours later. Так, видео ұнаса, давайте лайк басып, комментарий жазып, подписка істейміз. Келесі прокачка 20 мыңдық алмаз прокачка 100 мың подписчикте болады. Так что давайте тез 100 мың подписчикке жетейік. Бәріміз тоқтамай лайк басамыз. Потом айтпақшы, мен 5 подписчигіме бір апталық ваучер ойнатып жатырмын. Бір апталық ваучер дегеніміз не десеңдер, ол да алмаз. Кім біледі, комментарий жазып кетіңдер. Білмейтін адамдар бар болса, если. Білмеймін енді, короче. Вот. Бір апталық ваучерді қалай ұтып алуға болады? Комментарияға ең қызықты мақал-мәтел кімдікі ең қызықты болады. Потом сол мақал-мәтел кімде көп лайк жиналады, вот соған бір апталық ваучер салып беретін болам. Так что комментарияны тексеріп, бүткіліне лайк басып отырамыз, достар. Кімде лайк, қай адамда, яғни 5 адамның лайгі көп болатын болса, барлық адамдардан қарағанда, вот соларға нетем. Короче, біз қазір ястребпен атсамыз ғой, қайда түссем болады екен. Так, давайте починыққа түсейік, достар. Вот. Все. Видеоны до конца қарап атқан адамдар бар болса, көп-көп рахмет. Мен түрімді жауып сайыншы құрсын. Мен просто ұйықтамадым, достар. 8 сағат стримнан шықтым жаңа ғана. Так, короче, достар, мен монета жинап келдім. Енді бізге ястреб сатып алу керек. Так, енді ястребпен топ-1 алам ба білмеймін енді. Так что қолдап кеттіңдер стрим басында подписка істеп, лайк басып, кәдімгідей комментария жазып, видео ұнаса, видео ұнады деп, кәдімгідей активный болып отырайық. Так, мен ястреб алып алдым. Оп. Менде мына жерде упорда адамдар атысып жатыр. Так, бір адам нок. Бізде келесі адам. Келесі адам шыға ма екен? Хайде, менен қорқып тұр десе. Ой, блин, басқа тие алмай жатыр ғой. Достар, короче, мына жерде тұр. А мен одан қорқып жатырмын кәдімгідей. О, міне, оп. Все, бізде 2 килл болды, достар. Енді осылай ара қарай топ-1 алып тастасақ, тіпті жақсы болады. Ал енді менің сендерге деген сұрағым бар. Если видеоны до конца қарап отырған адамдарға. Осы ястребтің королі кім деп ойлайсыңдар? Негізінде ястребтің корольдары көп болып кетті. Админ болып кетті, Норс болып кетті, Армашок болып кетті. Ал сендердің ойларың қалай? Ястребтің прям қатты ястребпен қай тиктокер, яғни қай ютубер жақсы ойнайды ястребпен. Так что комментарияда күтем сендерді. Так, менде пикке бар жатырмын, пикке. Бісміллә, пикке келді. Ейма, пикте кәдімде атыс болып жатыр ғой. Өліп қалсам жынданам ғой мен. Так, бізде пикте атыс болып жатыр. Наған басына көзеп атамыз. Мен мынандай әдетті қою керек негізінде ше, маған. Басқа көзеп атып тастауды. Так, мен төбеден өлтіріп сау жүрмесін крышадан. Ой, бұл топ-1 ала алмай, мына жерде. Ят болып жүрмесін. Так, магазинге барып шлем сатып алайық, достар. Біз баған бері, починктан бері шлемсіз жүрміз. Шлем сатып алайық. Адам бар. Просто топ. Ойбай. Блин, басына бердім. Ой, ема. Достар, осымен бәрі бітті. Мен топ-1 аламай қалдым. Мен басына бердім. Білмеймін не екен, өліп қалдым, бірақ анау мен зажимать етіп тастады. Короче, осымен видео бітті. Если видео ұнаса, комментарий лайк басып кетті. Ренжіменді достар, келесі видеомда мен ястребпен топ-1 алуға уәде беремін.
Так что давайте. Ұрып қалғылай кетті, блин. Так. Давайте бізде, может, бір событие шыққан шығар, осы событияларды ашып көрейікші. Мынау менде бар. В общем, давайте мирға запростап көрейік. Мирға бір адамға запростап көрейік. И мирдағы бір адамға подарка жіберейік. Енді өзіміздің қазақпыз ғой, енді қазақ қырғыздарымызға жіберейік. Сол өзбек, Қалпақстан деген адамдарға. Так, микрофон қосатын болса егер. Привет. Ладно, окей. Принц дейді. Так, бұл қазақ емес. Так, қазақ керек, қазақ. Бізге қазақтар керек. Достар, бізге қазақтар. Так, Кура тоже қазақ емес. Бізге қазақтар керек. Ақмарал дейді. Привет, қайсың? Привет, жақсы өзің. Ойбай, сен қызсың ба не еще? Да. Мен подарка жіберіп атқам ғой мирдағы адамдарға. Хочешь подарка? Аха. Ну, давай. Қандай? Таңдап ал. Ща магазин көрейін, да? Хорошо. Қызға аласың ба или ұлға аласың ба? Давайте қызға. Хорошо. Ақшаш сол бағы набормен. Хорошо, қас, мен саған соны жіберем. Сол ғой, или басқа ма? Или көк шашты хочешь? Қандай не хочешь? Набор. Көк шаш. Көк шашты хочешь или ақшаш хочешь? Андай, мысық ақшаш и потом көк шаш мен сияқты. Так, давайте, анау, ақшаш бар ғой, соны жібере сал. Мысық, я? Хорошо, қас. Набормен, я? Қазір. Ой, бұл мынау іздеу қиын ғой мынау. Қайда өзі? Міне, таптым. Все, түсті ма, қарап жер? Қазір. Мен, короче, сіздің неңізді қарадым. Нені? Тиктогыңыздан ше. Ахмет деген бір балама қыздың аккаунтына кіріп, типа, 20 мың алмас ба ше. О, ютубтан көрдің ғой, я? Или тиктоктан басқа? Жоқ, тиктоктан. Күшті кәсіл. Оны қалай істесе болады? Бір не ма? Құйырма айтады? Жоқ, просто мен әр подписчик сайын сөйтіп нетіп отырам ғой. Набор ашып отырам. Вот сол кезде айтам. Күшті. Хорошо, рахмет көп. Все, давай, пока. Аха. Так, ал достар, осымен видео бітті. Видео ұнаса давайте лайк пен комментарий жазып кетеміз. Всем пока-пока.